Ассалаумағалейкум тарих сүйер қауым. Бүгінгі әңгімеміз Байғазақ батыр 1839 жылы Ырғыз ауданы Темірастау болысына дүниеге келген Байғазақ батырдың туған және өмір сүрген дәуірі бір жағынан патшалы Ресей, екінші жағынан Қоқан мен Хиуа хандықтары бытыраңқы қазақ ұлыстарын қыспаққа алған уақыт еді. Хиуа ханы сыр бойындағы Қазалы жеріндегі бекіністі салып, оған Бабажан Сартты отырғызса, Ресей бүкіл қазақ даласына бекіністер орнатып, уездер ашып, қазақ елін бөлшектеп билей бастаған. Бабажан Сарттың сыр бойы қазақтарына жасаған озбырлығымен шеттен шығады. Хиуа бектері Айымбет пен Бабажан Сарт бастаған басқыншыларға қарсы жергілікті халық көтеріліске шығып, Бабажан Сарттың қашатынын сезген қызметшісі қазақ оның атының ерін тартпаларын бос қылып тартады. Бабажан жасақтарымен қамалдан айнала қоршаған қазақтардан қашам деген кезде аттан түсіп қалады. Бабажан Сартты Қаракесектің атақты батыры Ақтан батыр найзамен тиіп өлтіреді. Бұл кездері Байғазақ жасөспірім бала нағашысы Жанғожа батырдың үйінде жүреді. Үлкендердің айтуымен Бабажан атының ер тоқымын бос ілдіріп қойған балдардың бірі осы Байғазақ дегенде әңгіме бар. Байғазақ батыр жат жұрттардың езгісіне қарсы бала кезден бастап кіші жүз қазақтардың жан-жақты қыспаққа алған өз-өзімен келіп көтерілістерді шекті. Нұрмұхамбетұлы Жанғожа және Қаракесек Ақтан батыр бастаған көтерілістерді көріп еліктеп өседі. Атақты Жанғожа батыр Байғазақ батырдың нағашысы болып келеді. Көп балалық кезін Жанғожаның үйінде өткізген. Жанғожаның Итшемес деген баласы болған. Жанғожаның әйелі Шөмекейдің қызы екен. Итшемес пен Байғазақ қарын бөле болып келеді. Байғазақ көп уақыт өткізіп, бір күні Итшемес екеуі сәл нәрсеге ергісіп қалады. Сонда Жанғожа баласына: "Тейт, Байғазаққа тиюші болма, оның қолынан келген іс сенің қолыңнан келмейді" деген екен. Расында да Жанғожа өлді деген кездегі Байғазақ кегін алады. Сол кек алам деп жүріп, орыстардың қолына түсіп, қақпанында елек абақтысында жатып қанда Ақтан батыр шығарып алады. Сол кездегі Байғазақтың айтқан сөзі: "Аузың арыстаннан алып шықты, қатын туса ұл тусын, ақтандай ақ" деп айтқан әңгімесі бар. Ақтан батыр мен Байғазақтың арасында 54 жас болса да, Байғазақ батыр жастайынан бірге жорықтарға қатысып, беделі нықты болады. Байғазақ батырды бірыңғай қара күштің адамы болған емес, ол қайратымен бірге дұшпанға да рахымы мол, ақылгөй дана болған. Оның бір мысалы Ресей әскерімен болған ұрыстарда қолға түскен орыс жасақтарының жауынгерлерін өлтірмей, кейін құн алып, болмаса басқа бір келісімдермен құтқарып жіберген. Бір қақтығыста орыс әскерінің генерал шеніндегі адамын қолға түсіріп, бірақ оны өлтірмей біраз күн тұтқында ұстап босатып жіберген. Ол генерал кейін Байғазақтың өзі Сауқын батырды өлтір деген арыз шағымның себебінде түрмеге қамалғанда түрмеден босатып шығуына пайдасы тиеді. Ол туралы Байғазақ: "Мен жаттым Орынбордың түрмесінде, жолығыра өлі балық шегінде, генерал уәде беріп екен, жеткізді 2 жылда ел шетіне" дейді. Түрмеге түскен уақытында Байғазақ түсіне Жанғожа батырды кіріп аян береді. Жанғожа батыр 24 титта ғайып болады. Байғазақ түсінбейді. Ай ма, күн ба, сағат па, неге 24? Бірақ сол 24 ай өткеннен кейін 2 жылдың ішінде босап шығады. Сол кезде жәкемнің санағаны болды рас, басым бас, сау саламат құрбы құрдас, айтамын өздеріне бар сырымды, болған соң бір ыңсырлас бірің мұңдас деп жыр шумақ туған дейді. Байғазақ батыр Қасым бабамыздың ұрпағы. Қасым бабамыз ел аузындағы атақты қара кісі. Қара кісі атының себебі жоңғарлармен болған ірі соғыста Нартұлға қара кісі жауды жапырып көзге түскен. Атын білмеген шартараптан келген жауынгерлер жауға қирата соққы берген бір ірі денелі қара кісі болды деп атап жүрген. Содан Қасым бабамыздың лақап аты қара кісі болып кеткен. Қасым батыр, қара кісі екеуі бір адамның аты. Қасым бабамыздың ұрпақтары Байрақ, Олжай, Мазы, Кенжеқара, Бесбай. 5 Қасым. Байғазақ батыр 5 Қасымның ішіндегі Мазысынан тарайды. Мазы Қасқатай, Құмар, Сары, Дүкен. Қасқатайдан Бекбауыл, одан Қайсүгір, одан Қаратай, Қаратайдан Жолдасбай, ал Жолдасбайдан Байғазақ, Қазақбай, Садақбай, Қаптағай, Шуақбай, Қарсақбай, Шала деген 7 ұлы. Сосын Көлдей деген бір қыз өз. Қыз Көлдейдің өлені бар: "Қыз едім Жолдасбайдың, атым Көлдей, өлеңді мен айтамын соққан желдей. Мына жұрт несін айтып мақтанады, алдымда 7 ағам бар, Асқар Белдей" деп жырласа, ал ағасы: "Біз Жолдасбай туған жетедік, жетеміз Қабылан бөредік, белдесе кеткен дұшпанды бөрідей басып жебедік" деп Шуақбай батыр жырлайды. Байғазақ батыр 19 ғасырдың екінші жартысындағы ең үлкен тұлғалардың бірі, яғни Ресей империясындағы көтеріліс пен Хиуа қоқандары арасындағы Жанғожа мен Ақтан басқа да батырлардың әрі солардың жалғастырушы болып келеді. Солардың ісінің имені Байғазақ батыр жайлы деректер аз, кітап шықса нұр үстіне нұр болар еді. Әрі осы каналдың дамуына үлес қосамыз десеңіздер, каналға тіркеліп лайк басып бөліссеңіздер де болады. Үлкен қолдау болар еді каналға.